Әсен Нұрсан менен Оралхан Әбенді Қазақстан ұлттық қауіпсіздігі қалайша қуып жүріп, тұтас Алматы Астана 1300 километр бойынша тұтас қарулы күштерін, есшіл иттерін салып отырып, бүкіл беттен ақылайтын аспаптарын пайдаланып, тіпті көліктен көлікке, таксиден таксиге, автобусға, газельге секіргеніне қарамай, бұл азаматтарды ең соңында тауып, қайтадан сүйрелеген беті Алматыға қайтып келгені әңгіме болады. Бұдан ілгері Атажұрт ұйымының жетекшісі, Атажұрт Қазақ Адам құқығы ұйымының жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлының 5 жылға сотталып кеткенін білесіз. Бекзат Мақсұтханның жұбайы Нұргүл Ыбыраева қарындасымызды да Алматыдан Астанаға аттанғалы тұрған пойызға мінген жерінен Қазақстан ұлттық қауіпсіздігінің қызметкерлері сүйрелеп түсіп, ол қарындасымызды да келінімізді Астанаға жібермей, полиция департаментіне апарып тергеп, ең соңында сапарынан қалдырғандығын жариялаған едік. Ендеше осы бүкіл барысты Әсен Нұрсанның өз аузынан естейік. Әсен Нұрсаннан кейін Оралхан Әбеннің баяндағанын естейсіздер. Енді бұл арада біз қайталап тұрып бір нәрсені назарларыңыз ұстына кетейік. Қазақстан билігі дәл қазір Америка мен Қытайдың ортасында тұр. Бүйректері Қытайға бұрады. Себебі Қытай оларға ақша беріп отыр. Қытай олардың сұраған парасын беріп отыр. Қытайдың аталмыш бір жол бір белдеуі коррупциялық елдермен ғана істесетін үлкен жоба. Ал коррупциясы жоқ, заң салтанат құрған мемлекет демократиялы елдер Қытаймен жұмыс жасамайды. Неге? Қытайдың бір жол бір белдеуі сол мемлекеттердің, халықтардың жер асты, жер үсті байлықтарын қалай басып қалу, ол үшін коррупцияға батқан елдердің басшыларын сатып алу. Сол арқылы сол басшылардың қолымен сол мемлекеттерді Қытайдың түрі өзгерген отарына айналдыруды көздейді. Осыған байланысты, мысалы, Атажұрттың төртеуіне байланысты Америка Конгресінің Томлантос адамдық құқық комитеті Қазақстанға арнайы хат жолдады. Ал Қытай билігі Қазақстанға арнап дипломатиялық нота жолдады. Нәтижеде Қазақстан билігі Бекзат Мақсұтхан бастаған азаматтарды, оның ішінде Тұрсынбек Қаби сияқты әлемге Қытай консулдігінің қылмысын ашқан азаматты, 18 азаматты 5 жылға соттады. Енді қараңыздар. Америка бұған үнсіз қарап отыра ма? Мысалы, мен жуырда ғана Американың мемлекеттік істер бас хатшысы Марко Рубионың дипломатия және адамдық құқықтар бойынша орынбасары Сара Роджерс ханыммен кездестім. Сара Роджерс ханыммен кездесіп, Атажұрт азаматтарының Қазақстанда нақақ 5 жылға сотталғанын, тек бірнеше жапырақ Қытай туын өртегені үшін 5 жылға соттаудың адамзат тарихында жоқ сұмдық екендігін, және Америка дипломатиясы осылайша Қазақстанда Америка дипломатиясы Қытайдан жеңілді ме? Қытайдың ықпалы орталық Азияда Америкадан асты ма деп тұрып сөйлегенде, Сара Роджерс ханым өзінің көмекшісіне мына қағазды ал және осы істі өз қолыңа аласың деп көз алдында тапсырма берді. Демек, Қазақстан билігі дәл қазір бір таңғажайып қиналыста тұр. Бас салып Атажұртты деп соттап жібергісі келеді, бірақ азуын айға білеген Америка тұр. Және Сара Роджерс ханыммен жүздескенімізді, алдағы уақытта мүмкін ол кісінің өзі немесе Марко Рубио қабылдап қалу мүмкін екендігін айтып видео үндеу тастағаннан кейін Қазақстан билігі енді бір жерімен ақылдаса бастады. Неге? Қытайдың тапсырмасы қиын, алып қойған ақша бар, кеңірдектен өтіп кеткен. Ал енді Америкаменен ойнасуға тағы келмейді. Сондықтан қазақ билігі дәл қазір апелляциялық соттың уақытын шексіз созып, не бұрынғы сот үкімі күшінде қалады деп оны айта алмай, не бұл азаматтарды ақтап бостандыққа жібере алмай, қысқасы не істерін білмей, ине жұтқан құсап қиналып отыр. Ендеше әңгімені қысқасынан қайырайық. Астанаға бармақ болған, арыз бермек болған және Астанадағы Американың дипломаттармен жүздеспек болған азаматтардың Астана жолындағы тарғалаң кешірмелерін, таңғажайып хикмет естімелерін көріңіздер. Бұл сізге
1936-1937 жылғы сталиндік қуғын-сүргіннің, сталиндік советтік репрессияның қандай болғандығын елестетуі мүмкін. Иә, ешкім де 36-37 жылды өз-өзімен көрген жоқ. Біз тек тарихи деректерден ғана білеміз. 36-37 жылғы қуғынды көргендердің өзі осы кезде өмірде жоқ. Тіпті 36-37 жылдар туылған сәби баланың өзі дәл қазір бұл өмірде бар ма жоқ па білмейміз. Бірақ дәл қазір жаңа ераның 2026 жылының міне мамыр айында 1936 жылғы, 37 жылға советтік НКВД, КГБ-ның қолымен жасалған қуғын-сүргіннің қазақ версиясын, қазақ нұсқасын көресіздер. Ал Әсен Нұрсан бауырым, сөз кезегі өзіңде. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Баршаңызға Әсен Нұрсанұлының алдарыңызда шығып отырған сәлем. Бүгінгі құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Әмин, баршаларыңыздың құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Енді бастан өткен кешірген күндерімізді баяндап кетуге, халыққа шынайы бұл жағдайдың қандай екендігін және бұлардың не мақсатта екендігінің осы жерде барлығын тікелей эфирде өздеріңіздің алдарыңызда айтуға, тікелей осыған шығуға мен өзім шешіп отырмын. Біз енді бір таксимен сол шықтық. Шыққан кезде ана Күртақшидан ұстады. Күртақшидің жерде гаилер ұстап алып, өз жерде 1,5 сағат тосты. Сосын біз ары қарай шығып тікелей эфир жүргізіп, Астанаға кетіп бара жатқанымызды ұқтырып, айтып, сол ақш елшілігінің бізді қабылдауында болатынымызды айтып тұрдық та, содан кейін бір машина келіп қалды. Енді қара жолды болғандықтан сол машинаға сөйлесіп, ақшасын төлеп кетіп қалдық ары қарай, және жалғасты. Енді ана біз алдыңғы келісіп отырған таксимізді олар сол жерде алып қалды. Бірақ бізге ештеңе дей алмайды. Ана жердегі ұстағандағы таксидің жанынан бір фотосын жіберген, саған үстіңнен бір арыз жазыпты деді. Сөйтіп сол таксидің шоферін ұстап отырды. Ал оған қарамастан біз кеттік. Содан кетіп бір 100 километр басара баспастан сол біз отырған қара жолда кетіп бара жатқан анау бір жігіттің сол шоферға оған телефон келеді. Ол алаттағы өң қашып маған департаменттен звондап жатыр. Сіздер қандай адамсыздар? Полиция департаментінен звондап жатыр. Сіздер қандай адамсыздар? Менің нөмірімді қайдан тауып алған? Сіздердің отырғандарыңызды қайдан біледі? Болмаса қара жолдан ала салды. Мен адам алмайтын едім ғой деп, ол жерде шырпыр болып, біраз жерге апарды дағы бізді далаға тастап кетті. Қалыңдар, маған бәлелерің тиеді деп ол жерде ол тастап кетті. Содан ол жерде қалдық. Бұл екінші таксиге отырғандарыңа қанша уақыт болды енді ол кезде? Айнанасы сол 1 сағатқа жетер-жетпестің уақыты ғой. Содан ары қарай онымен жүрсе енді ештеңе жоқ қой, жүрсе бізде бір қылмыскер емес, біз осындай кетіп бара жатырмыз деп оған жағдайымызды ары айттық, бері айттық. Сонымен ол бір машинасының енді жүрісінде баяулатып алды. Енді келсе көрерміз, бағанадан не жерде сөйтіп қоя берген. Енді бұлар енді артынан айту сөйтіп бір ғана қуғындау енді сондай бір ескертулер жасап жатқан шығар. Енді біз ашығымызды айттық қой, бара жатқан жолымызды айттық қой. Енді біздің бір арыз кіргізуімізге, біздің бір адами құқықпенен енді талап қылуымызға болмай ма деп оған түсіндірген болдық. Бірақ ол енді қысқасында не деуші еді, енді қатты қорықты да, қатты депрессияға түсіп, машинаны да жүргізе алмады. Содан кейін мен айттым, болды, амандық керек, жердің жерде тоқтайық деді да, сонымен тоқтады, ол кетті біз тастап. Содан жолды жағалап, машина деген өтіп жатыр, жүріп жатырмыз. Жаяу жалпы оралған екенбіз. Кез келген машинаны тосамыз. Ол түнде енді тоқтамады көп уақыт. Айланып келген кезде бір 10 шақырымға, 7-8 шақырым, 10 шақырым айланасында жаяу жүрдік. Содан бір газель келіп тоқтай қалды. Оның енді жүргізушісі ешқандай енді басқа ұлт екен енді. Қазақстан азаматы ғой енді. Бірақ сол орыс десең орысқа келмейді енді, бірақ ешқандай қазақ тіл білмейді. Оған айту ымменен, дымменен түсіндірдік. Жарайды. Барған жерімізше айтып бірдеңе Балқашты айтты, болды, Балқаш болса Балқаш жетіп алайық деп содан кейін жүрдік. Сол жүргенін жүріп Балқашқа келген кезде ол жерде бізді түсіріп тастады, енді осы жерде қалыңдырды. Содан тұрғанда бір автобус келе қалды. Ол автобусқа отырып, содан жүрдік ары қарай. Тұп-тура Астанаға кіретін постта енді
пост қойған екен ғой сол жерге. Мен деп бұрын мына жақпен жүргенін білмейді екенмін. Сол постқа барғанда сол жерден ұсталдық. Жалпы КамАЗды, автобусты итпен тексеріп, ОМОНдар солай тексеріп жатыр екен. Келіп бірінші мені көрді дағы, жүр деді, алып түсті. Содан қайта шығып отыра бер деді. Қайта шығып отырдым. Сол арсы Оралханды іздеді. Одан Оралханды тапты. Сол жерде енді әлгі пәлен адамды кішкене ұстады дағы, бізді алып қалғаннан кейін оларға жүре бер деді. Бір автобус адам енді. Ішінде Қытай ұлты да бар, бәрі бар. Сонда барлығын сөйтіп тексеріп жатыр екен. Сол жерде алып қалды дағы. Соның арасында менің телефон тартып алды қолымдан. Мен енді телефонды алып алды. Ештеңеден бізді махрумсыз қалдырды. Оралханда телефон тартып алды. Сонымен біз хабарсыз қалдық. Содан сол енді сол жақын маңдағы шағын бір ауылдың атын айтады. Соның полициясы келді. Сонымен оның анау жедел қызметкері дей ма, солар келді. Олар алды дағы соныменен машинаға сол жерде отырғызды дағы. Қарағандыға келді ғой. Қарағандыдан ол жерден бір машинаға ауыстырды. Ол жерде дайын екеуі тосып тұр екен. Қарағандыдан олар алып шығып, ол машинамен бізді Балқашқа келді. Қайтадан кері қайтарды. Кері қайтып келе жатыр. Біз айтып сұраймыз, неге? Астанаға кіреміз деп. Ау, Астанаға барамыз деген дауларыңды тыңдамайды. тыңдамайды. Біз айтып жатырмыз, біз талап қылып жатырмыз. Бір адам деген енді келіп ұстар да, бұл бір немене болады ғой, бұл үкім болады ғой. Телефон алу үшін енді соттың үкімі керек қой. Бізге повестка берсеңші, неге алып бара жатсың? Біз онда арыз кіргіземіз деп, кеше ашық ақпарат жарияладық қой. Жоқ, бізде бұйрық болды. Ұстау керек сендерді. Ұстау керек, бізде бұйрық дейді. Соныменен алып Балқашқа келді. Балқашқа келген кезде мынау Алматы Қаскелеңнің роботсынан барған ғой, 3 адам барған, 3 жас жігіт барған. Олар күтіп тұр екен. Ол жерде енді оларға берді. Бірақ телефонымызды сол енді бір-бірінен біздің қолымызға ұстатпайды. Енді бір хабарласайықшы, мына ел іздейді ғой, біз жұрт іздейді ғой, біз хабарға шығамыз ғой десек, одан біз хабар беріп қойғанбыз дейді әуелі өзімізге. Сонымен келе жаттық. Енді бұл жерде менің айтайын дегенім қысқасында, бұлардың жолда келе жатқандағы мынау Қаскеленнің полицияларының көрсеткен қорлығын айтайын деп жатырмын да. Бұлар сөзге салды, ана қылды, мына қылды. Содан енді біз заң бойынша сөйлеп жатырмыз. Сонымен бұлар жеке басыма шыға бастады бері келген кезде. Жеке басыма шығып тиісіп, сендер Қытайдан келіп, бір қара домалақ бар екен соның ішінде. Енді бір айтқандан ол аты жөні есімде қалмады енді, былай шын ашығын айтқанда. Менде енді ұстайтын менде неме жоқ қой енді. Память жоқ, 24 сағат ұйықтамаған ол үстіне. Сол сендер өкіметтен мына қолмен алып, мына қолменен арыз жазып, көтеріп тыныш отырса болмай ма деп Оралхан, енді оның бәрін Оралхан эфирде өзі айтып береді. Мен енді оны айтпай ақ қояйын. Оған тиіскен, мен өзіме тиіскенін айтайын. Өзіме сондай провокация жасап, бұл енді сен қысқасы сен ушықтырып жүрсің, сен бастап жүрсің, сен ана Оралхан қой деп айтпадың деп енді кәдімгіше менің жанымды жеп қойды. Содан келдік. Мөлшері сол 90-дардікі ау. Егер көрсең танисың. Танимын, оның аты жөнін барлығы жазулы тұр, Оралхан жазып алған. Оның барлығын жолдаймыз. Содан кейін оның енді қызығы бар ар жағында. Содан Қаскелеңге келдік, Қаскеленнің орысына келдік. Бізде түсініктеме жазамыз деген ештеңе де жазған жоқ. Сендер көрсетем деген ода неға жоқ. Содан кейін алып шығып, бұл мені Оралханның жанынан алып шығып, телефонымызды сол жерде видео түсіріп берді. Аман-есен алдық деген сөзді видеомен жазып алды. Содан кейін былай қарай мені сыртқа алып шығып, менің құлағыма сыбырлады. Егер деді, сен тыныш жүрмесең деді, бүгіннен бастап деді, сені деді, бұл өмірден енді былай айтқанда жоқ қыламын деді. Я көзіңді құртамын. Я болмаса, сен мезгілсіз уақытта өлесің. Я болмаса, мезгілсіз уақытта сен енді былай айту, қандай болсын бір сені татимын деді ғой. Біздің сен білмей жүр екенсің, әкең танымай жүр екенсің деген сөз барды. Содан бұл қайтер екен, қаншалық жерге барар екен деп мен тыңдап тұрдым. Қолы берсе қолыңды шығар деп бүткін барлығын тінтіп, сенде пышақ бар ма, бірдеңе бар ма, қару бар ма деп бұл ана жерге шығарып алып жанында
және соның шопыр болып келген сары жігіт бар, бой ұзындау. Сол екеуі екі жақтап. Егер сен енді осыдан шығып, тікелей эфир түсіріп, осының барлығын мындай жариялайтын болсаң, кез келген уақытта дейді. Кез келген уақытта мен сені түрмеге тыға аламын дейді. Өйткені сен бағана бутылкамен енді шөлден су ішіп келдік қой. Сол бутылкаң ана машинаның арт жағында қалды. Қазір оны біз салапамен ұстап, сақтап қоямын. Кез келген уақытта бірдеңе саламын, сосын сол арқылы сені түрмеге тығамын. Тыныш жүрмейтін болсаң, былай айтқанда көрсетемін деді. Содан кейін ол айтты, бұлардың дубынкасы бар ғой, дубынка бірден дубынкаменен енді бар жеріңде енді тас талқан шығарамын деген келді ғой. Жайып салам деді, былай айтқанда. Еститін едік қой мынау қара қолдар деп болмаса да мындай бір көшенің бір адамдары айтушы еді ғой енді. Быт-шытыңды шығарып, енді тас талқаныңды шығарам деп мына айтты. Солар ойлаймын, осылардан үйреніп алған сол сөздің барлығын. Топ-тура соның сөздері көз алдыма елестеп тұрды. Көше қарақшысының сөзін бандиттің сөзін айтып, сындырып енді мені былай айтқанда енді кез келген уақытта дейді ғой. Кез келген уақытта сені біз жәркемдей алатын, кез келген уақытта істей алатын біздің құдірет күшіміз бар дейді. Содан кейін мен бұл жерде мына халыққа айта кетейін деп отырмын. Мен 5 уақыт намаз оқитын адаммын, бірақ қатты енді бір аса тақуада емеспін деп айтуға да болады. Бар болғанда 4 сүре білемін. Мен ішпеймін, мен шекпеймін еш уақытта. Сосын мен ерсіздікті дегенді ол аты өтімен білмеймін, осынша көрген нәрсе емеспін. Енді анау наша паша дегенді ол білмейтін адаммын. Қандай жағдайда бір пәлеге ұшырап, солардың кешегінің айтқан сөзі бойынша мен сотталып түрмеге қамалды деп жазсаңдар, бұның барлығын сол қиындары орналастырды деп ойлаңыздар. Сосын мен кетіп бара жатып көшеде. Аяғы шығарып берсе, бұл көше содырлар екен деп ойламаңыздар. Солардың орналастырған адамы деп ойлаңыздар. Міне. Енді белгісіз жағдайда мен енді мына Алланың ақ жолын ұстаған адаммын ғой. Мынау шариғат бойынша өзіме қол жұмсайтын адам емеспін. Бірінші. Яғни өзіңе қол жұмсамайсың. Жұмсамаймын. Мынау енді Алланың ақиқаты деп Алланың ақиқатын танитын адаммын. Сондықтан кез келген жерде мен бір басқандай бір өзіне қол жұмсады деген жағдай болып жатса, бұның барлығы осылардың орналастыру деп біліңіздер. Міне. Біздің көрген қорлық осылай. Мына жерде сонда мына Қазақстан азаматы бола тұра, біздің өмірімізге міне өте қауіпті төнгенін мен түнде тұп-тура ананың бетпе-бет маған өстіп келіп айтқанын сездім. Міне. Бірақ бұл жерде мен қорқып, ойбай енді осы үшін мен өмірімді сақтап қалайын деп отырғаным жоқ. Мен биыл 49-ға келдім. Ары қарай мен қанша жасаймын, бір Алланың қолында. Және де енді тап солардың қолына менің өмірімді жазып қойған болса, болды. Кез келген уақытта таптап кете ме, соғып кете ме, оған мен дайын жүрмін. Бір дұға қояр халқым деген. Бар болғаны сол. Рахмет Әсен. Олардың дегені болмайды. Олардың бандиттік қарақшылығы жаңағы өздері мал деңгейіндегі тексіз құл-құтанның тұқымы болғаннан кейін, ол баяғы сол қара күшті жұдырықты мойындайды деп, сол қорқытқаннан, үркіткеннен, бопсалағаннан қорқады деп өздерінше сені қорқытып отырғаны. Сенің артыңда тұтас адамзаттық қауымдастық отыр, сенің артыңда Американың адамдық құқық ұйымдары тұр, бүкіл дүние жүзінің адамдық құқық ұйымдары тұр. Бұл атажұрт ісін бүкіл дүние жүзі біледі. Еурокомиссия өздеріңе хат жазды, білесіңдер, Еуропарламент. Біріккен ұлттар ұйымы мәлімдеме таратты, Human Rights Watch мәлімдеме таратты, жер бетіндегі әйгілі 28 ұйым бірлесіп отырып, атажұрттың бұл ісі жаңа тұтқындау, соттау, бұның бары заңға қайшы, халықаралық заңдағы адамдық құқыққа қайшы деді. Және халықаралық заң ережелер, Қазақстан билігі ратификациялаған халықаралық конвенциялар бойынша азаматтардың ту өртеу, баспасөз бостандығы, тіл еркіндігі бұл кәдімгі қалыпты саяси көзқарасын білдіру формалары. Үйсу, наразылық білдіру, жаңа шеру өткізу, жалғыз адамдық топтық пикет өткізу бұл адамдық құқық аясындағы азаматтардың саяси еркіндігі.
Ал жаңағылардікі тап-таза кәдімгі бандиттік, патшалық, феодалдық, қарақшылық, тирандық басқару жүйесі, яғни адамдарды үреймен, қорқынышпен басқару жүйесі. Олардың ол дегені болмайды. Олардың ол деген іске аспайды да. Ол сол жаңағы әлсіз қорқақтарды үркітіп, қорқытып, өздерінің жаңағы елегеніне көнетін бейшараларға айналдырып алмақшы. Жуас түйе жүндеуге жақсы деп, сол жуас түйе қылып, мұрнынан тескен өгіздей өңкілдетіп алдыға салып айдағысы келеді тұтас халықты. Бірақ қазақ халқының ол өзің сияқты, біз сияқты ақиқат үшін, шындық үшін, мынау ата бабадан қалған қасиетті қазақ жерін қарғытай келіп, үйзасыз келіп, жеріміздің астында үстінде қопарып, егінін егіп, кенін қазып, байлығымызды тонап жатқанына, қазақты қалауынша қамап соттап жатқанына, қазақтың құқын таптап жатқанына, теңсіз келісімшарттарға қол қойғызып жатқанына біз үнсіз қарап тұра алмаймыз. Ол тұтас дүние бізді қолдап отырғаннан кейін, біз бұл істі ары қарай жалғастырамыз. Және менің сұрап отырғаным, Әсел Нұрсан, осы мәселені Америка Конгресі қаржыландыратын Азаттық радиосының Қазақстандағы тілшілеріне өз аузыңменен телефонда соларға қоңырау шалып бүкіл бәрін баяндағаның абзал. Себебі Азаттық радиосы Американың Қазақстандағы бірден бір былайша айтқанда ақпараттық медиасы. Олардың қазақ тілінде, мейлі орыс тілінде жазғаны, ол бірден Америка Конгресіндегі Орта Азияны барлайтын, Орта Азияны бақылап отыратын мекемелердің қолына түседі, Конгресте қаралады. Сондықтан Азаттық радиосының журналистеріне жаңағы өздерінің ашық жариялаған телефондарына хабарласып, бұны Азаттыққа барып сұхбат бергенің абзал. Ал енді біз өз тарапымыздан сенің осы бүгінгі жасаған куәлігіңді, және сендерде енді таң атып отыр ғой, сендерде қазір 27 мамырдың таңы, сол енді таң атып отыр, Оралхан әбенінің түнгі сағат 2-де ме әлде 3-те маған жіберген видеосы бар, Алматы уақыты бойынша. Мен соны каналға салып қойдым. Оның барлығы біз аударып, ақш конгресіне кіргізетін боламыз. ақш конгресіне, ақш үкіметіне, жаңағы өткенде осы мәселеге қол ал деп өзінің көмекшісіне тапсырған Сара Роджерс ханымға, яғни Марко Рубионың орынбасарына, біз бұның барлығына кіреміз ары қарай. Онсыз да біз қазір ақш конгресінің Қытай ісі жөніндегі арнайы комитетінің 2 тең төрағасымен жақсы жұмыс жасаудамыз. ақш конгресінің Том Лантос адамдық құқық комитетіменен жақсы жұмыс жасаудамыз. ақш конгресінің мынау Қытай коммунистік партиясының бәсекелестік комитеті деген комитет бар, онымен жақсы жұмыс жасаудамыз. Біз Америкадағы Freedom House, Free Now, Human Rights Watch ұйымдарымен жақсы жұмыс жасаудамыз. Біріккен ұлттар ұйымымен жақсы жұмыс жасаудамыз. Міне Еурокомиссия өздеріңмен тіке байланысып отыр. Сондықтан бұл әлгіндегідей көше бандиттарының кейпіндегі форма киіп алған Қазақстанның полициясының ұлттық қауіпсіздігінің формасын киген әлгі қарақшылардың айтқаны болмайды. Олар өздерінің басын ойласын. Енді бір несі, сайттарға кіріп, Қазақстан ішкі істерінің ба, ұлттық қауіпсіздік ба, сайттарынан сол Алматы Қаскелең жақтан сол сені қорқытқан, саған бопсалаған сол 2 азаматтың суретін ізде. Әдетте олар формасын киіп бәленше орынбасар, түгенше қызметкер деп жазып қойды ғой. Соларды таптағы аты жөнмен қосып, суретімен қосып бізге жібер. Ертең сол саған айтқан сол қоқыл-лоқы сөздер үшін, қорлау сөздер үшін өздері содан 100 есе артық жауабын беретін болады. Ештеңке жауапсыз қалмайды. Жерде мұның және бір айтқан сөзі бар. Мен өткенде мына Оралханның жағдай туралы, оның және де соның анау шотын бұғаттауы туралы барып тікелей эфир түсіріп Қаскеленнің роботысына Оралханмен бірге барып біраз тікелей эфир таратқан болатынмын. Соны айтады, сен келіп енді бұдан былай тікелей эфир тараттың, өстіп әлеуметтік желіні шулата беретін болсаң, былай айтқанда ар жағынан жұмысыңды жасай бер, даяр бола бер, біз дайынбыз, қолымыздан бәрі келеді, істейміз деп, ана жігіттің ана сөзді айтқанда, ана қызмет органдағы жігіттің сондай. Халық сеніп соған барып біреу арызданатын шығар. Біреу барып соған, мен жұмысымды бітіріп берші, мынау ақиқат жолында жүрсіңдер ғой дейтін шығар. Соны сөзді естігенде мен түнде жүрегім тас төбеме шықты. Ой, сенген сен болса күйсеген аузыңды ұрайын дедім ба. Бірақ бұлардың
Бул енді жаңа да айттым, кайталамаймын. Ондай кокон локусу мени эч кандай жүрөгүмө каяу салып, бир коркунуч салмайт кыскасында. Өйткөнү биз бир Алланын кулумуз. Бирөө эрте кетер, бирөө кеч кетер. Онун баардыгын эми бир Алла билет. Кыйын бир тәнибизди азаптайтын чыгар бир жерлерде. Онун да баардыгына даяр болуп жүрген адамбыз кыскасында. Мыналардын мына исинен кийин мен көптөгөн ой түйдүм. Халктын негизги сенетін адамдар, органдардын истеп отурганы мынау болсо бандиттардын сөзүн айтып, сонда бул халктын енді өзүм эмес, башка халкты да ойлоп кетесиң. Эмне болар мунун күнү деп. Одан кийин енді булардын бар болгону бул акпарат жүйөсүнөн катты коркот экен. Сен телефонду алып алгандагы себеп видеого түшүрөсүң, бизди әлеуметтик желеге жарыялайсың дейт. Мен айтам, заңсыз болсо, заңсыз жумуш жасабасыңдар го сендер. Заңды болсо эмне үчүн коркасыңдар? Бул АКШ элчилигинин ана Москва консулы Астанада ғой. Сонун бир кездесүүнө баруу, биз барып кездесип койсок, эмне болуптур сонда? Сонча эмнеге коркуптуңдар? Деген сурактарды койсок жооп таппайт ғой. Жооп таппаганда акырында эмне истеди? Осундай аракетке барды маган кыскасында. Булар кызык. Енді бұлар Америка менен дипломатиялык катнасы бар. Токаев СВС косулган бир Орто Азия 5 эли және Америка дейтин платформа боюнча кездесүүгө келет. Және АКШ президенти мынау Орто Чыгыстагы Араб, Израиль, Иран маселесин шешемиз деп Абрахам келісім дейтин келісімді жасады. Оған Қазақстан жүгүрүп отуруп биринчи болуп кирди. Енді Трамп қазір оған Сауд Арабияны, Түркияны, Пакистанды, тіпті Иранды бәрін кіргізбекші. Мақсаты сол Палестина бар, Израиль бар, Сауд Арабиясы бар, Ираны бар, Катар бар, Пакистаны бар, Түркиясы бар, Араб Бірлескен Әмірлігі бар. Барлығын сен Мұса пайғамбардың үмбеті, еврейсің, сен Иса пайғамбардың үмбеті, христиансың, сен Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үмбеті, мұсылмансың демей, үш пайғамбардың да ортақ аталары Ибрахим пайғамбар, сол Ибрахим келісімі, бір ортақ аталарымызды айтайық, ұқсамастығымызды емес, ортақтығымызды айтайық деп, үш жаңағы пайғамбардың үмбеттерін бірлікке шақыртын келісім, Абрахам келісімі деген Ибрахим келісімі. Енді Қазақстан соған кіріп қойды. Трамп енді қалған мұсылман елдерін кіргізбекші. Енді Американың барлық бастамасына келісіп отырып, ал Тоқаев сыртқы дипломатияда Американың барлық үндеулеріне үн қосады, Американың барлық бастаған бастамаларына қол қояды, Америка шақырса елпектеп жүгіріп барады. Былай қарасаң Америкашыл, бірақ ішкі жақта жай қарапайым атажұрттың азаматы Әсен Нұрсан менен Оралхан Тәбеннің барып Астанадағы Американың дипломаттарымен кездесуінен неге сонша қорқады сонда? Америка сонда Тоқаевқа жау ма? Тоқаев сонда өзінің жаңағындай бандит қарақшыларына атажұрттың Америкамен байланысуын қиясыңдар, бірақ мен Вашингтонға барып Америкаға бәлем миллиард доллар беріп келе берем. Мен Америкамен миллиардтарды айтып жақсылым болам, бірақ атажұрт дейтін бұл азаматтар Американың дипломатымен келісіліп қойған, олар келіңдер деп шақырып қойған, кездесетін болған. Енді олар одан шошып отыр. Сонда бұл Тоқаевтың бұл қандай бір адам түсінбейтін сыртқы дипломатиясы. Сыртқа бір түрлі, ішке бір түрлі. Бұлай қарасаң, менің сөзіммен айтқанда шизофрениялық дипломатияда, шизофрениялық, қазақша айтқанда жіктелістік, біріне бір қарама-қайшы саясаты болmuş. Енді Әсен, рахмет бауырым, жаңағы азаматтың фотосын, суретін іздеп таныс білістер бар ғой енді. Қаскелең бар, Алматы төңірегі бар, Киембісі бар, полициясы бар, жаңағы жедел, жаңағы не дейді, жедел бірдеңе мекемесі дейтіндер бар, антитерроризм, жедел жұмыс қызмет атқару. Иә, жедел жұмыс атқару. Кезінде мені тұтқындайтын кезде де солар ғой кешегі. Жаңағы сол сияқтылардың бәрінен іздеп жүріп, жаңағы жігіттердің ашық фото суреттерін тап, солардың езуін тілуге, жазасын бергізуге біз жұмыстанайық. Олар сол сөздер үшін бармағын шайнап өкінетін болады, өкіндіртті бізді. Ал Әсен, басқа сөзің болмаса, онда жаңағы өзіңе жіберген мына эфирге қосылатын сілтемені Оралханға жібер. Оралханға телефон соқ, сол соңғы сілтемені өзің кірген.
Сосын Оралхан маған қосылсын осы эфирге. Жарай ма? Жақсы, жақсы. Басқа толықтыратының Ал болса осы жерде айтып қалдым. енді бұл жерде біз мынау нақты бір енді азаматтарымызды қорғау үшін енді аналардың енді және де бір соларға кете беремін енді өйткені соларменен кеше алысып келдік қой. Мен енді олардың айтуында ешқандай құқығым жоқ екен да. Менің туысым болу керек екен, тіке байланысым болуым керек екен. Мен енді азамат ретінде мына бір қазақтың азаматтары осындай 5 жылға сотталып отыр ғой. Біздің ұйымымыздың жетекшісі 5 жылға сотталып отыр ғой нақтан ақ деп мен ондай арыз кіргізуіме аналардың енді айтуы бойынша болмайды екен. Мен айттым, ол үшін бізге нақты ақпарат бер, нақты құжат бер бізге. Таңбалап, печаттап құжат бер. Сендер ешқайда шығуыңа болмайды, арыздануыңа болмайды. Олар туралы ешқандай әңгіме айтпаңдар. Бұл тыныш жатыңдар деген бізге нақты сондай үкім шығарыңдар. Үкім шығарып қолымызды ұстатып қойсаңдар, сол үкімнің бетіне қарап жатамыз болды. Олар Міне соны сендерге ешқандай тұтқындау бұйрығы, анау мынау жоқ. Тіке сол жоқ, Астананың жоқ. іргесінен Алматыға алып келді. Жоқ. Біз енді соны талап қыла білеміз. Тергеу, бірдеңке анау мынау әкімшілік іс қозғау, айыппұл тарту бірдеңе болған жоқ. Жоқ, болған жоқ. Сол мені жүретін күні, кеше алды күні деп айтайықшы. Сол күні маған келіп жерде штраф салып кетті ғой үйіме келіп. Мен Фейсбукқа жарияладым оны, Фейсбукқа салып қойдым өзімнің. Тұрақты тіркеуім осы мына неменеде Ақкентте мына жерде уақытша тіркеуің жоқ. Сол жерде сен уақытша тіркеуің жоқ екен деп 15 мың бүгін осы бір екі күнде төлесең, одан болмаса бұл бір еселенеді 35 мың деп штраф салып кеткен. Енді түнде ондай штраф салу болады деген барлығы сол жерде барғанда сөйлеседі адамдар бар деген, бірақ ешқандай ешкім сөйлескен жоқ. Сол алып келген жігіттер және басқа жігітке берді. Америкалық бір журналистке сұхбат бердім осы туралы. Бізде қазір кеш қой, міне кешкі сағат 11-ден 28. Мен түстен кейін осыдан 5-6 сағат бұрын Америка уақытыменен түстен кейін сұхбат бердім. 2 сағаттан артық сөйлестім. Сонда неге Қазақстан билігі оларды әкімшілік жазаға тартпады, неге айыппұл салмады, неге Оралхан Әбі мен Әсен Нұрсанды 15 күнге қамамады дейді. Және олар біліп отыр, баяғыда армияда балалары нақақ белгісіз өліммен өлтіріліп кеткен аналар жиналып Астанаға барды дейді. Сол кезде оларды тұтқындады дейді, қамады дейді, айыппұл салды дейді. Ал бұл азаматтарды тек Астанаға барған жерінен 1300 шақырым қайтадан Алматыға келіп тастады. Не деп ойлайсың дейді. Сосын мен ойладым, Қазақстан билігі дәл қазір қиналып отыр дедім. Бұл азаматтарды сол Астанаға жол тартқандық үшін арыз береміз, және Американың елшілігінің адамдармен кезігеміз деп барғандық үшін айыппұл арқалайын десе, ешқандай логикаға сыймайды. Бұлар еркін жүріп тұру құқы бар азамат, Қазақстанның кез келген жеріне. Алтай мен Атыраудың ортасына, Шымкент пен Кереку, Қызылжардың ортасына жүруге құқы бар. Әскери тыйым салынған аймақтардан басқа барлық жерге кіру құқы бар кәдімгі, толыққанды Қазақстан азаматы. Демек бұлар ана жерде қандай айыппұл салатындығын өздері де біле алмай қалды. Қандай қылмыс артады, не үшін қамауға 15 күнге неге қамайды? Айыппұл салса неге салады? Сонда Астанаға заңсыз, рұқсатсыз барғандығы үшін дей ма? Жоқ, әлде бұдан кейін Қазақстан азаматы Астанаға бару үшін виза сұрау керек па? Рұқсат алуы керек па? Мен Қазақстан Республикасының азаматы Әсен Нұрсан, менің Астана қаласына сапарлап, жаңағы 3 күнге барып келуіме рұқсат беріңіз деп қағаз аламыз ба, рұқсат аламыз ба? Бұл деген қандай қорқынышты қоғам. Сонда біз мүмкін осы бетті кете берсе, ауылдан ауылға бару үшін рұқсат алатын болатын шығармыз. Полицияның рұқсатымен көрші ауылға баратын шығармыз. Демек, Қазақстан билігі не істерін білмей қалды. Бұл бір. Екіншіден, қазір тұтас Америкада мен өткені осы Сара Роджерс ханыммен кездескеннен кейін тағы да Конгресстегі ақш Конгресі Қытай ісі жөніндегі атқарушы комитеттің тең төрағасының біреуімен кездесіп сөйлестігінде ол кісілер айтты, біз қазір тікеден тіке ақш федералдық үкіметімен жұмыс жасап жатырмыз. Қазір біздің осы комитеттің тек қана айналысып жатқан бір ісіміз бар дейді. Бір ғана ісіміз бар дейді. Осы атажұрт ісі болып тұр. Сондықтан федералдық үкіметке біз қатаң жаңағы талаптарымызды қойып отырмыз дейді. Сосын мен әлгі хатымдағы бірінші бетінде тұр ғой, жаңағы
US дипломasi utterly failed in Kazakhstan. ақш дипломатиясы Қазақстанда масқара болып жеңілді деген сөзді көрсетіп, иә, осы сөзіңді біз де айтып жатырмыз. Демек, Қазақстан билігі қазір не жұта алмаған, не жаңағы қарақшы полиция айтқандай қатырғұтыр етіп шайнап сендерді жеп тастайын деп ар жағынан ниеттенгеніменен батылдары жетпей қиналып отырған. Егер өз еріктеріне салса, баяғыда сендердің еттеріңді жеп, сүйектеріңді бүркіп сорпаларыңды ішіп алғысы бар. Майға екі қонған шошқа етінен арман, қажап тұрып жеп алмақшы. Бірақ ана жейін десе Америка тұрып, сонымен баяғы өздері не істерін білмей, ар жақтардан кіжініп, жаңағы не істерлерін білмей, зығырдандары қайнап азу тістер ақситып отырған себептері сол деп отыр. Мен журналистке өстіп айттым. Ол да соған келісіп отыр. Себебі Қазақстан бір сахна болды дейді жаңағы журналист. Американың конгрессінің хаты тұр дейді. Қытайдың дипломатиялық нотасы тұр дейді. Қазақстан Қытай жаққа қарай ауып бар, Қытайдың нотасы бойынша соттап жібер дейді. Енді қараса, Америка тараптың қатаң наразылығына қалып отыр дейді. Енді Қазақстан осыны Қытай мен Американың ортасынан қалай жол табамыз деп өздері шеше алмай естері шығып отыр дейді. Маған журналистің өзі солай айтып отыр. Келсем,